помидоров әдісі дегеніміз жаңағы біз барлығымыз жаңағы үй жұмысын тексереміз. Біріншісі, көп үй жұмысының дайын қолымызды көтереміз. Келесі, әрине бастаймыз. Орындық әдісінен жануарлар өсімдікте самарқұлақтар бактерия. Жақсы, жарайсың, отыратын тіршілік қабатын қалай атаймыз? Биосфера. Жақсы, отырады. Не үшін қолданылады? Міне, бізде екі сурет берілген. Бізде мына құралды қалай салады? Лупа, дұрыс. Екіншісі бізде құрал. Сонда біз бүгінгі микроскоппен жұмыс істейміз. Келесі, енді жаңа сабақты түсіндіріп кетейін. Бізде жаңағы лупа туралы бізде алғашқы мәліметтерді біздің заманымызға дейін 444 жыл бұрын пайда болды. Біз көріп тұрғанымыз ұлғайтқыш қол әйнегі және тұтқалы ұлғайтқыш әйнек. Келесі термин сөздерді. Микроскоп жаңағы бейнені несейді 1000 есе, 100 есе үлкейтетін, есе ұлғайтатын құралды айтамыз. Дәліз тежесінен ортасына орналастыру. Егер көрмесе айтыңдар, мен аяқтан көресіңдер. Өздеріне ыңғайлы ретінде қойып қарайларында. Келесі, бүгінгі сабағымыздағы кері байланыс инсерт әдісі бойынша білемін, білдім, білгім келеді. Біз балалар нені білеміз?